Ассалаумағалейкум, видеоға қош келдіңіз. Бұл видеоны түсіріп жатқан себебім, бұл тақырып маған өте жақын. Неге десеңіз, бір жыл бойы мен өзім бір үлкен кризисте болдым. Енді ол кризисті сипаттайтын болсам, бір мағынасыздық деп айтсам болады. Мағынасыздықтың ішінде өмір сүру, түнде ұйықтағың келмейді. Себебі таңда ояну қажет. Ал таңда оянсаң, бір сұрақ мазалайды сені. Бүгінгі күніңді қалай өткізесің? Бүгінгі күніңді қалай толтырасың? Не жасайсың? Қандай мағынамен толтырасың деп. Сөйтіп оны ойлаған сайын қайтып ұйқыға жатқың келеді. Тез сол күнді өткізіп жібергің келеді. Енді кризисті басқаша қалай сипаттаймын? Бір қалаудың жоқтығы деп айтсам болады. Сені бір төсектен тұрғызатын бір қалау жоқ. Түнде ұйқыға ерте жатқызатын бір қалау жоқ. Бір желание дейді ғой енді. Бір күшті бір желание, бір тартымды желание. Мен өмір сүруге көзімді жағатын бір желание, сондай бір желаниең болмауы. Бір өзің бір сүйіп жасайтын бір сүйікті іске деген бір желаниең болмауы. Немесе бір сүйікті істің жалпы болмауы. Сондай бір кризис, сондай бір мағынасыздық, сондай бір дәмсіздік, бір түстің болмауы, бір түссіздік деп айтсам болатын шығар. Сондай бір кезең, немесе кейбір адамдарда ондай бір депрессиямен сипатталмаса да жатып қалатындай. Бір идея жоқ, бір сүйікті бір іс жоқ, оны алдыға итермелейтін. Бір өмір сүруге оны құштар ететін, бір махаббат сыйлайтын өмірге деген сондай бір хал. Егер сізде осындай бір хал бәлкім болатын болса, не істеріңізді білмей жүрген болсаңыз, қалай шығарыңызды білмей жүрген болсаңыз, немесе өмір бір қалыпта болып қалса, бір қалыпта болып, бір ешқандай өзгерістер болмаса жылдар бойы, ал сіздің жаныңыз бір нәрсе қаласа, үлкен бір нәрсені қаласа, бір нәрсені жарып шыққыңыз келіп жатыр, өзіңіздің бір әлеміңізден жарып шыққыңыз келіп жатса, онда осы видео сізге пайдалы болады деп ойлаймын. Соңына дейін көріңіз. Енді әдетте ондай халде адамдар не істейді? Әдетте өзіңді бір кінәлі сезім арқылы оятқың келеді. Сен еркек емессің ба? Немесе сен ересек емессің ба? Сен үлкенсің ғой, тұрсай. Ата-анаң бар. Жата бересің ба өзің айналаңдағы өзіңмен жастыларға қарасай, не жасап отыр? Немесе сенен кішкентайлар не жасап отыр деген сияқты. Сондай бір кінәлілік сезіммен өзіңді оятқың келеді. Немесе бір қарыздылық сезіммен, сондай бір міндет сезіммен. Сенде сондай бір міндет бар ғой, обязанность бар ғой сенде. Ата-анаңа, тағы бір бауырларыңа тұр. Немесе балаларың бар. Өмір сүрсей. Өмір сүр, тұр деп өзіңді бір арттан қамшылау. Сондай бір кінәлілік сезім арқылы оятқың келеді, тұрғызғың келеді. Немесе бір дисциплина арқылы, немесе бір жоспарлар жазып, немесе адам сол кезде қатты андай болып кетеді. Мен серьезный болуым керек деп, серьезный өмір сүру керек. Бұл өмір ешкімді аямайды деп, бәлкім сондай қатты бола бастайды деген сияқты. Немесе әр нәрсеге жалтақ қарай беретін болады. Кей жаңа идеясы жоқ адамдар, жаңа сүйіктісі жоқ адамдар, әр нәрсені сырттан бір жұлып тұруға қасқыр сияқты сылыптан бір әркімді мынадай қыл, мүмкін мынандай жасайын деп солай оталып тұрады да. Бірақ ол да негізі көмектеспейді. Себебі негізгі сұрақ шешілмеген. Енді мен қалай шықтым ол кризистен, ол кезеңнен? Жалпы біз бір ұғымды дұрыс түсінбейді екенбіз. Ол қандай ұғым дейтін болсаңыз, ол бақыт ұғымы. Енді мен қазір сіздерден бақыт деген не деп емес, керісінше бақыттың антонимі неде деп сұрап көргім келіп отыр. Қалай ойлайсыз? Бақыттың антонимі неде? Антоним деген қарсы тарап, ақ, қара,
қуаныш, қайғы деген сияқты. Қалай сипаттайсыз бақыттың қарсы тарапын? Бақыт болмаса не болады сіздің өміріңізде? Әдетте біз оны немен сипаттаймыз? Бір қайғымен, бір қайғы, мұң, бір жаның ауырып жатқандық, бір страдание дейді ғой. Сол бір қиналумен сипаттаймыз бақытсыздықты. Қазір мен тереңірек ашылу үшін бір затпен бөліскім келеді. Сол кризис кезінде мен алдымнан бір кітап шықты. Ол Данте деген итальяндық жазушының кітабы. Енді Құдай да өзі жібереді ғой сондай бір уақыттарда бір адамды, бір кітапты. Сол жерден осыны көрдім. Енді ол Данте өзінің кітабын былай айтады да: мен бұл кітапты өзім бауырларыма арнадым дейді, барлықтарыңызға арнадым дейді. Сіз бен бізге де, бүкіл адамзатқа арнадым дейді. Бауырларымды қараңғылықтан жарыққа шығарғым келді дейді. Бір бақытсыздықтан бақыттылыққа шығарғым келді дейді. Және бұл кітап дейді әрекет кітабы дейді. Бұл кітапты бірден оқып өміріңізге енгізе аласыз дейді. Бұл андай бір хикая кітап емес дейді. Өзі солай жазылғанымен, бірақ ондай емес дейді. Енді ол кітапта ол өзі бір негізі өзі сол бір жасқа келген кезде сондай бір қатты кризиске келеді. Бір қараңғылықтың ішінде, бір қалың орманның, қараңғы орманның, суық орманның ішінде қалып кеттім дейді. Шыға алмай жүрдім деді. Сөйтіп сипаттайды. Сөйтіп оның бір ұстазы келеді, Вергилий деген. Сол ұстазымен бірге сол сапарды жүріп өтеді, сол қараңғылықтан жарыққа дейін. Соны сипаттап береді. И ол сапарда 3 кезеңге бөледі. Тозақ, чистилище дейді. Енді қазақшасын білмеймін. Және жәннат деп 3 кезеңге бөледі. Жәннатқа дейінгі бір кезең дейді. Бірақ енді жәннат, тозақ дегенде арғы өмірді айтып жатқан жоқ. Ол осы өмірдің ішіндегі бір кезеңдерді айтып жатыр да. Вот сол жерде тозаққа екеуі кетіп бара жатады, ұстаз екеуі. Сөйтіп тозақ есігіне кірмей жатып бір алаң болады да, сол алаңда адамдар қиналып жатады. Сөйтіп ұстазынан сұрайды: мына адамдар кімдер деп? Бұлар қатты қиналып жатыр ғой дейді. Қатты қиналып жатыр. Бірақ бұлар неге тозаққа кірмесе де қиналып жатыр дейді. Сөйтсе ұстаз айтады: бұлар өмір сүріп жүрген кезде өлі болған адамдар дейді. Өмір сүріп жүріп өлі болған адамдар дейді. Бұлар өмір сүріп жүрген кезде Құдайға, шайтанға да пайдалы болмаған адамдар дейді. Ол қандай адам? Ол үнемі бір тыныштыққа ұмтылатын адамдар. Үнемі бір қалауларының қанағаттандырып тастап, бір тыныштық, толық бір тыныштық, маған ешкім тиіспесе екен деген сондайға ұмтылатын адамдар дейді. Сөйтіп өзінің кітабында мен жаңа сұрадым ғой сіздерден, бақыттың антонимі неде деп. Ол бақыттың антонимін уют деп айтады. Орысша уют, қазақшасы жайлылық. Жайлылық. Кішкене сіз күтпеген жауап па? Біз өмір бақи ойладық қой, бақыт деген ол бір жайлылық. Бір күні мен сонда бір бақытқа кенелем, мен өмірім сондай тыныш болады. Сондай бір желанияларының бәрі орындалатын бір уақыт болады. Мен Мальдивта жатам, мен ешқандай желанием болмаса екен деп. Ешқандай желание болмаса екен, бәрі мен қантамды тастаса, мен бір тыныштықса, ешкім маған тиіспесе екен деген сондай бір хал. Оны жаңағы кісі ол бір бақытсыздықпен сипаттайды. Ол нағыз бақытсыздық дейді. И жаңағы тозаққа кірген кезінде өзінің жаңағы кітабында, сапарында, тозақтың ішінде ол іблісті мынандай немен сипаттайды. Мұздың ішіне қатырып қойған да. Мұздың ішіне қатырып қойған. Ол ештеңені сезбейді. Ол не ауруды, оның жанын ауыртпайды, не қуанышты да сезілмейді. Ештеңені қалай алмайтындай қатырып қояды мұзға. То есть ол айтады да, тозақ деген дейді, тозақтағы ең ауыр нәрсе дейді.
ол қиналу емес дейді жанның, ол қалаудың жоқтығы дейді, желанияның жоқтығы. Тозаққа ол құдайды қаламайтын адамдар, өмірде бір нәрсені қаламайтын адамдар, құдайға ұмтылмайтын адамдар, сондай адамдар баратын жер дейді. Ол қалауды таңдамаған адамдар дейді. Бір тыныштыққа ұмтылатын адамдар дейді. Сосын мен түсіндім, мен өмір бақи жұмыс істеппін өмір сүрмеу үшін. Мен өмір бақи оқыппын өмір сүрмеу үшін. Мен өмір бақи ізденіппін өмір сүрмеу үшін. Адамдар үйленеді өмір сүрмеу үшін, тұрмысқа шығады өмір сүрмеу үшін, жаңа тыныштыққа ұмтылу үшін. Балалы болады соған ұмтылу үшін, тыныштыққа, өмір сүрмеу үшін, өмір сүруден қашу үшін. Енді осы жерде сұрақ туады да, бақыт деген не деп сонда? Бақыт деген ол керісінше үнемі үлкен қалаулардың ішінде болу. Жить на высоте своих желаний деп айтады да. Бір үлкен бір толқындар болады, үлкен бір мұхиттық толқындар. Сонда бір қалаулардың ішінде өмір сүру. Тыныштыққа ұмтылу емес, керісінше үлкен бір қалаулардың ішінде өмір сүру. Біз тек қалаулар болған кезде, үлкен бізді итеретін бір қалаулар болған кезде, біз өмір сүреміз. Бізді ештеңе тоқтатамайды. Енді сұрақ енді сол қалаулар қайда? Қалай жағамыз сол қалауларды деп? Біз әдетте сол қалауларды жаңа бір айттық қой, бір сүйікті ісін іздейді, бір идея іздейді, бір қалау іздеген кезде мен не қалайтынын білмеймін деп. Біз әдетте қалауды ішімізден іздейміз. Ішімізден, өзіміздің ішімізден. Мен ішімде ештеңе жоқ қой деп. Өзіңді ұра бересің, өзіңді іштей қинай бересің. Бірақ таппайсың ол жерден. Себебі жалпы итальян тілінде желание деген сөз, тілдердің осы бір ғажаптығы да осыда да, әр тілдегі сөздер ол әртүрлі бір кеңістіктер ашады негізі. Басқа тіл достық бермейтін бір кеңістікті ашады да. Сол қалау, желание деген итальян тілінде desidere қалау. Осының ішінде түбірінде, осы сөздің түбірінде бір ғажап нәрсе, сидере деген ол жұлдыз дегенді білдіреді. Ойлаңыз, қалаудың ішінде жұлдыз деген түбір тұр. Ол не деген сөз? Қалауды әр адам өмірінде бір жұлдыз жағылады сыртта. Сонда бір жұлдыз жағады қатты. Ол сенің әлемің тесіп өтеді жарығы. Жарығы сондай жылы, жарығы сондай нұрлы. Сенің әлеміңді тесіп өтеді. Сөйтіп сенен бір желанияны оятады. Ол андай желание емес, потребностьтерді айтып жатқан жоқпын. Потребностьпен шатастырмаңыз. Бір көлік, бір қайтып сол өмір сүрмеуге итермелейтін бір желанияларды айтып жатқан жоқпын. Жоқ. Ол сондай бір сұлулық деп айтсам болады. Бір сұлулық, сырттан жарып кіретін сұлулық. Сыртта сенің әлеміңді тесіп кіруге, вторгаться дейді ғой, сенің әлеміңді тесіп кіргісі келіп тұратын бір сұлулық келген кезде, сен сол сұлулықпен кездескен кезде, сенде бір желание оянады. Енді біз ойлаймыз да, әдетте сол жаңағыдай бір кризис уақытысында біз андай болады, сыртқы әлем бір тыныш сияқты. Сыртқы әлемде бір сұлу ештеңе жоқ сияқты. Сыртқы әлем бір өте, біз жай ғана бір наблюдатель болып қаламыз да сыртқы әлемге, бір бақылаушы. Бір әшейін серый болып тұрған, бір суық болып тұрған бір әлемді бүйтіп көресің айналада ол кезде. Заттар тірі емес сияқты. Сондай бір хал болды да жаңа кризис кезінде.
негізі сұлулық ол боран сияқты. Мына сыртқы әлемде сұлулық әрбір заттардан боран сияқты. Боран бар ғой, кәдімгі елестетіп көріңізші. Найзағай, боран, ішінде бұршақ жауып жатыр, жаңбыр да бар, қар да бар, барлығы бүйтіп араласып, бүйтіп гуілдеп ұрып тұрады ғой. Сұлулық әрбір заттардан, мынау стаканнан, білмеймін, мынау светильниктен, кез келген нәрседен, адамдардан, оқиғалардан, кез келген заттан боран сияқты ұрып тұрады екен бізге. Ұрып тұрады. Егер сондай бір сұлулық кіретін болса сен әлеміңе, сенде бір желание болады, желание оянады. Яғни желание сені ұқтатпайды мүлде. Бірақ қайталап айтамын, ол андай бір жаңағы бір потребностьпен, қажеттілікпен шатастырмаңыздар. Сонда бір желание оянады, бір сұлулықпен кездесу орын алады. Енді бірақ тағы да сұрақ, енді окей, сыртта бір сондай сұлулық ұрып тұрады екен кез келген заттан. Неге менде кездесу орын алмай жатыр ол сұлулықпен? Неге мен кездесе алмаймын ол сұлулықпен деген сияқты. Енді бұл жерде кездесу деген сөзді ашқым келіп жатыр. Енді кездесу деген не дейтін болсам, сіз не деп жауап бересіз? Енді қазақ тілінде кездесу деген бар, бір зат екінші адамға келді, типа, либо сіз айталық, мен достарыммен кеше кездестім дейсіз. Қаншалықты кездесу орын алды ол жерде? Бір-бірімен 20 жыл, 30 жыл бірге тұратын адамдар, 10 жыл тұрсын, әйелдер мен күйеуі да, меніңше бәлкім олар өмір бақи бір-бірімен кездеспей өтеді. Бірге тұрады бір жерде, бірақ кездесу орын алмаған. Енді онда сұрақ, кездесу деген не? Кездесу деген не? Кездесу деген ағылшын тілінде encounter деген сөз бар да. Encounter деген екі сөздің қосындысы, in contra деген. In contra. Қарсы тарапта деген. Контра. Контра деген, ол білесіздер ғой, қарсы тарапта бір. Кешірім сұраймын. Ол басқа затты басқа етіп көре алу. Кездесу орын алады, басқа зат басқа болып сен әлемге кірген кезде. Сен күтпеген болып кірген кезде. Окей, маңызды сөз. Сен күтпеген болып кірген кезде. Әдетте біз бір адаммен кездескенде, бір адаммен сөйлесіп отқан кезде, біз ол адамның өзімен емес, ол адам жайлы біздің ойымызбен кездесіп отырамыз. Концепциямен, ол адам жайлы бір концепциямен кездесіп отырамыз. Ол адамды мүлде көрмейміз. Немесе мына стакан деп айтайық, қарапайым, қайтадан. Біз стаканның өзін көрмейміз әдетте. Біз стаканды жайлы бір концепцияны көреміз. Бұл стакан для того, чтобы, бір нәрсе үшін деп қараймыз. Жалпы өзі екі түрлі қарым-қатынас бар. Ол біріншісі я и ты деген қарым-қатынас, екіншісі я и оно деген қарым-қатынас. Біз әдетте өміріміздің 90%, 95% я и оно деген қарым-қатынаспен өткіземіз. Ол кез келген затқа деген қарым-қатынас. Ол кез келген ағашқа болсын. Айталық, ағашты алып көрейік. Сіз даладан бір ағаш көрген кезде, сіз оған я и оно деген қарым-қатынастың мағынасы ол мен мына затты қалай қолдана алам деп қарау. Бұл зат бір нәрсе үшін деп қарау. Для того, чтобы. Бұл маған қалай пайдалы болады, бұл маған қандай опыт береді, бұл қандай маған удовольствие береді, бір ләззат сыйлайды деп қараймыз кез келген нәрсе. Біз ағашқа қараған кезде ағаш фотосинтез процесін жүзеге асырады, оттегін шығарады деген сияқты, ауаны тазалайды деп бір нәрсе үшін оны қараймыз. Ағаштан қараған кезде ағаштың өзін көрмейсіз. Адамға қараған кезде адамның өзін көрмейсіз. Және екінші қарым-қатынас бұл я и ты деген. Ол жерде я болып кездеседі, ты болып кездеседі. Ол сен, басқа адам кездеседі, семен.
басқа деген үлкен әріппен айтып жатырмын, басқа адам кездеседі. Жалпы Юрий Лотман деген бір кісі бар, сол кісі айтады, негізі интеллигентный адамдардың бір белгісі дейді, ол басқа адамға басқа адам ретінде қарай алу дейді. Оны басқа бүкіл нәрсеге қолдансақ болады, басқа затқа басқа зат ретінде келе алу. Вот жаңағы энкаунтермен, кездесу дегенмен қайтып алып келетін болсақ, кездесу қай кезде орын алады? Егерде басқа зат болып кірген кезде. Мен ол жайлы бұны қалай қолданамын, бұл мынандай деген сияқты бір бағасыз, бір концепциясыз қараған кезде кездесу орын алады. Жақсы? Енді осы жерде қайтып келетін болсақ, неге біз жаңағы сырттан боран сияқты біздің әлемімізге вторгаться дейді ғой орысша, бір жұлқынып кіргісі келіп отқан бір әлемді, сұлулықты көре алмаймыз? Себебі біз сыртқы әлеммен үнемі я и оно деген қарым-қатынас құрамыз. Мен мына әлемді қалай пайдалана аламын, бұл әлем маған қалай пайдалы болады деп қараймыз. Сондықтан біз сырттан басқа ештеңе көрмейміз. Біз тек қана өзіміздің ойымызды ғана көреміз, өзіміздің концепциямызды көреміз, сол әлем жайлы бір түсіндірмемізді көреміз. Мен қазір бір кісінің сол сұлулық жайлы бір сөздерін оқып бергім келіп жатыр. Енді орысша болады, аударып беріп отырамын. Былай айтады, ол жаңа сұлулықты, жаңа сырттағы сұлулықты былай сипаттайды. Поздно полюбил я тебя. Тебя дегенде үлкен әріппен қояды да. Тебя деген т-ны үлкен әріппен жазады. То есть маңыз беріп тұр. Поздно полюбил я тебя. Мен сен кеш жақсы көрдім дейді. Саған кеш ғашық болдым дейді. Красота дейді, сұлулық. Такая древняя и такая юная. Поздно полюбил я тебя. Древняя дегені ол бұрыннан бері бар болдың ғой сен деп атады. Ескіден, әуелден бар болдың сен. Мен жоқ кезде де бар болдың. Такая древняя и такая юная. Бірақ ескірмеген ол үнемі бар себебі. Уақытпен де ештеңемен шектелмейді дейді. Древняя и такая юная. Поздно полюбил я тебя. Сені кеш жақсы көрдім дейді. Вот ты был во мне, а я был во внешнем, и там искал тебя. Сен менде болдың дейді. А мен сыртта болдым дейді. Мен сені сырттан іздедім дейді. Сырттан іздедім дейді. Айттық қой, мана бір кризис кезінде адам қасқыр сияқты болып кетеді, сырттан бір нәрсені жұлып алуға тырысатын болады өзін құтқару үшін. Қорқыныш байпақ басады оны. Сырттан іздейді. И там искал тебя дейді. В этот благообразный мир, тобой созданный, сен жаратқан әлемнен дейді, вламывался я, безобразный дейді. Вламывался деген ол андай сындырап кіргім келді дейді, жұлқынып сыртқы әлемнен бір нәрсені алуға тырыстым дейді, жаңағы қасқыр сияқты бір нәрсе алғым келіп тұрды дейді сыртқы әлемнен. Безобразный дейді, сондай сүйкімсіз болып сол сыртқы әлеммен қарым-қатынас құрдым дейді, заттармен, адамдармен. Со мной был ты, с тобой я не был дейді. Сен менімен болдың дейді, бірақ мен сенімен болмадым дейді. Вдали от тебя держал меня мир. Сенен алыста мені бір әлем, осы әлем мені ұстап тұрды дейді. Которого бы не было, не будь он в тебе. Сен болмағанда ол нәрсе болмайтын еді дейді. Ол әлем болмайтын еді дейді. Мына жерде өте маңызды. Айттық қой, ана сыртқы әлем үнемі бір неде тұрады деп, жұлқынып тұрады. Сұлулық. Ты позвал дейді, крикнул и прорвал глухоту мою. Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою. Ты разлил благоухание свое. Я вдохнул и задыхаюсь без тебя дейді. Қараңызшы, ты позвал дейді, сен мен шақырдың дейді. Негізі грек тілінде
сұлулық деген сөздің түбірінде шақыру деген сөз бар. То есть сұлулық үнемі өзіне шақырып тұрады. Сыртқы әлемдегі сұлулық ол үнемі шақырып тұрады. Ты позвал дейді, ты крикнул дейді, и прорвал глухоту мою. Сен менің анау құлағым естімейтіндігін жарып кірдің дейді да, сұлулықты айтады. Ты сверкнул, засиял. Сондай бұл нұрың бүйтіп сырттан нұрды дейді. И прогнал слепоту мою, мен көзім көрмеуін кетір жібердің дейді да. Көзім көре бастады дейді, мен көзім ашылды дейді да. Ты разлил благоухание свое. Сен сондай бір иісті шығардың сыртқы әлемнен дейді да. Жаңа сұлулық. Я вдохнул дейді, мен оны жұттым дейді. И задыхаюсь без тебя дейді. Жұтқаннан кейін мен сенсіз демала алмай жатырмын дейді. Я отведал тебя, и тебя алчу, и жажду. И мен саған енді шөлім қатты болып тұр дейді. Саған қатты ұмтылып тұрмын дейді. Ты коснулся меня, и я загорелся в мире твоем. Сен маған тидің дейді, жаңа кездесу дедік қой. Жаңа кездесу орын алған кезде дейді. Я загорелся в мире твоем дейді. Жанып кетесің олар, жанып. Ты создал нас для себя. И не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе дейді. Бұл кездесу орын алған кезде мен өзім жақында бір тренингке қатыстым. Осы тақырыппен байланысты да. Сол жерде мен жанымда бір орыс қыз отырды, Маша деген. Сол Маша әдетте мен қалай қараймын Машаға? Маша деген ол орыстың қызы, христиан болуы мүмкін. Осындай бой ұзын. Бір Машада енді кәдімгі орыстың қызы да деп қараймын. Мен Машамен кездеспеймін ол кезде. Бірақ ана тренингтің барысында сондай бір кеңістік ашылды, бос кеңістік. Сол кеңістік ашылған кезде мен Машаны Маша етіп көрдім, ол кәдімгі адам ретінде көрдім да. Басқа адам ретінде көрдім да. Яғынан көзіне қараған кезде бір шексіздікті көрдім ғой. Жылаймын оның көзіне қарап, Маша деп ше, я увидел типа деп, мен сен көре алдым деп. Ол андай нәрсе екен, ол сен қазір кейбір адамдарға түсініксіз болып жатқан шығар, не айтып жатыр деген сияқты. Бірақ бір адамдарға ашылуы мүмкін енді. Ашылмай жатса да ойланып көріңіздер, бәлкім кейінірек ашылар. Басқа адаммен кездескен кезде, басқа бір затпен кездесу орын алған кезде, сұлулықпен кездесу орын алған кезде, ол саған өзіңді сыйлайды екен. Саған өзіңді сыйлайды. Маған мені сыйлады да Маша. И мен өзіммен кездестім ана жерде бірінші. И ана нәрсе сені захватить етеді да, бүйтіп тұтқынға алады жаңағы. И ана желание өте үлкен болады. Мен жаңа бір айттық қой басында да бір жұлдыз, желание деген түбірінде жұлдыз деген бар. Жұлдыз саған жарығы тиіп тұрады. Саған жылуы тиіп тұрады. Алыста тұрады да. Ол саған тиіп тұр. Бірақ сен оған тиісе алмайсың. Сен жете алмайсың оған. Сен оған қатты ұмтыласың өмірде бүйтіп. Сондай бір орын алды да, кездесу. Әдетте біз оны көре алмаймыз, олай кездесу орын алмайды. Неге кездесу орын алмайды? Неге бізде желание жоқ? Потому что біздің көзіміз көрмейді, құлағымыз естімейді. Біз тек бір тыныштыққа ұмтыламыз, бір өмір сүргіміз келмейді біз. Біз бақытқа емес, бақытсыздыққа ұмтыламыз. Потому что бақыттың антоним айттық, уют дедік, біз бір жайлылыққа ұмтыламыз. Біз Құдайға емес, Құдайдан қашқымыз келеді. Бір сондай бір тыныштыққа кіріп, жабылып, былай бір қатып, жаңа мұзда білесіз қатып тұрғанда, солай бір қатып қалғымыз келеді да. Сондықтан бізде желание болмайды. Сол кризис болатындығы сондықтан. Енді Құдайдан келетін бір керісінше бір жеңілдік деп қараймын негізі кризисті. Адамды
өзімен өзін кездестіру үшін, сондай бір бүкіл нәрсені алып тастайды, жаңадан ойланып бастау үшін. Сыртқы әлем бәрі мағынасыз қояды. Әйтпесе сен қасқыр сияқты айтып тұр мынау, я вламывался, безобразный деп. Біз кейде сондай сыртқы әлемге қасқыр ретінде қараймыз да, мына әлем сыртқа туысқандарымыздан, анамызға қарағанда анамызды көрмейміз, әкемізге қарағанда әкемізді көрмейміз, кездесу орын алмайды бізде. Жанымыздағы жарымыздан, баламыздан көрмейміз да. Сондықтан кризис болатындығы содан екен. Егер кризисте жүрген болсаңыз, нормально. Ол типа жақсы да жаман да емес, типа нормально. Типа болу керек кезеңнен өтіп жатсыз. Бірақ сыртқы әлеммен я и ты деп қарым-қатынас құрып бастасаңыз, сонда біздің көзіміз көріп, құлағымыз естіп бастайды. Енді мен қазір бір Құранда Шарх деген сүре бар. Соны оқып бергім келіп отыр. Сол жерде жақсы бір осыған қатысты нәрсе бар. Ол жерде жаңағы 7-ші аятында жалпы негізі бір оқиғамен бітірейік бүгінгі кездесуді. Егер кездесу шынымен орын алып жатқан болса, егер маған қараған кезде шынымен менімен кездесіп жатқан болсаңыз, бір Руми деген кісі болған. Руми деген кісі енді жасы 40-қа келген болады. Бүкіл нәрсеге жетеді өмірінде. Ақшасы да болады, бала шағасы да бар, танымал ұстаз. Бүкіл жерлерден келіп соның уағызын тыңдауға келетін болады. Өте бүкіл ілімдердің топовый болған. Құранды, фихты бәрін жақсы білген болған. Сонда бір дамыған кезі деп айтайыншы, бір шарықтау кезі, бір ұмтыласың ғой, бір ақшасы да көп, барлығы статусы да бар, білімі де бар, бәрі бар, бақытты деп қараймыз. Біз соған ұмтыламыз. Вот сондай кезінде бір күні дәріс беріп отырады, сабақ шәкірттеріне. Сол кезде бір кісі кіріп келді, Шәмс деген кісі. Оған сұрақ қояды. Кім мықты? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ба, әлде Баязид Бестами ма дейді. Баязид Бестами деген ол бір әулие болған. Әулие кісі. Сол айтады, кім мықты дейді. Пайғамбарымыз мықты ма, Баязид Бестами мықты ма дейді. Сол кезден Руми мұздай болып кетеді бүйтіп. Денесін бәрін мұз алады да бүйтіп. Неге деп жаңа сразу түсіндіріп береді, неге өйтіп сұрап жатқан. Баязид Бестами дейді, былай сұрақ қояды дейді. Баязид Бестами өзінің дұғасында былай тілейді екен. Аллахым, мені тозаққа сал, сосын өте үлкен қылшы, тозақтың бүкіл тесіктерін жабатындай, менен басқа ешкім сыймай қалатындай тозақта үлкен қылшы деп дұға тілейді екен. Ол сол маған жеткілікті деп. Ал пайғамбарымыз дейді, неге ол намаздарында мен тозақ отынан сақта деп сұрай береді деп айтады. Сол кезде мұз болады денесін барлығы бүйтеді. Бірнеше секундқа андай қатып қалады. Сөйтіп бірден жауабын айтады. Жаңағы Баязид Бестами дейді, оның үлкен бір қалауы бар еді дейді, өмірде. Ол Құдайға ұмтылды дейді. Бірақ оның қалауы сол бір жерге дейін алып келді дейді оны. Ары қарай ол сол қалауға мас болды дейді. Бұл дейді, ары қарай қаламай қойды дейді. Сол қалауға келіп, сол қалауда қалады дейді. Ал пайғамбарымыз дейді, ол әрбір сәтте Құдайға ұмтылып тұрды дейді. Оған жетпеді дейді. Оның шөлі, оның аштығы, Аллаға деген махаббаты, ғашықтығы, оны әрбір сәт сайын оны ұмтылтқызды дейді. Құдайға тартты дейді. Жаңа желание айтты ғой, жұлдыз сияқты жаққан желание. Құдайға ұмтылды дейді. Оның әлемі жарып кірген ана сұлулық пайғамбарымыздың әлеміне. Пайғамбарымыз сөйтіп сүйреген Алла тағалаға.
ол тоқтай алмаған. Сондықтан ол керісінше тозақ бір нәрсемен шектелгісі келмеген. Үнемі кешірім сұрай берген. Кешірім сұрау, білесіздер ғой, исламда адам өзін кешірім сұрау арқылы, истиғфар арқылы тазарады, сөйтіп жаңағы восприимчивость артады, жаңағы сұлулыққа деген восприимчивость артады да жүрегіне, и ол ары қарай ұмтыла береді, дәрежесі арта береді. Сол, енді бүгінгі кездесуімізді мына Шарқ сүресіндегі немен бітіргім келіп жатыр. Осы жерде соңғы 7-8 аятында Шарқ деген өзі раскрытие дегенді білдіреді. Раскрытие. Пайғамбарымыздың көкірегін ашты ғой. Сол раскрытие. Сол раскрытие деп қарай беріңіздер. Сол жерде айтады да: «Фаиза фарағта фансаб». Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. «Фаиза фарағта фансаб». Как только освободишься, будь деятелен дейді. Егер босап қалсаң дейді, бос уақытың болып қалса, босап қалсаң, онда бір нәрсемен айналыс дейді. Толтыр дейді оны бір мағынамен. Будь деятелен дейді, бір нәрсе жаса дейді. «Ва иля раббика фарғаб» дейді. И устремись к своему Господу дейді. Ол айтып атқаны, егер шынымен сондай бір сыртқы әлемдегі бір сұлулықпен кездесу орынға алған кезде, кешірім сұраймын, көп сөйлеген кезде осылай дем шығарып кетемін да, демін көп жұтып қоямын. Енді мына жерде айтып жатыр: «Фаиза фарағта фансаб». Бір бос уақытың болма дейді, үнемі ұмтылу керек дейді да Құдайға. Ана желание оянған кезде сен отыра алмай қаласың. Окей. Сен ұмтыласың Құдайға. «Ва иля раббика фарғаб». Бұл жерде рағаба деген ол да бір желание. «Устремись к своему Господу». То есть айттық қой, тозақ деген ол тозақтағы ең ауыр нәрсе, ол қалаудың болмауы. Ол Құдайды таңдамау ғой, былайша айтқанда. То есть Құдайға ұмтылуды таңдамағандар да. Вот. Ал тозақ деген енді тек ар өмірдегі емес, осы жердегі, осы өмірдегі біз бір тозақта өмір сүреміз ғой. Бір қалаусыздықтың ішінде. Сондықтан енді қазір бір нәрсе айтқым келеді, бір хабарландыру айтқым келеді. Енді бұл көзің көрмейді, құлағың естімейтін кезде, бір өзіңнің әлеміңде өмір сүріп жүрген кезде сен өз өзіңді құтқара алмайсың. Эйнштейннің де сөзі бар: адам өзі осы проблеманы жасаған мышление деңгейінде ол проблеманы шеше алмайды дейді. То есть сырттан саған бір нәрсе керек болады да, бір көмек керек болады. Сондықтан Құдай қаласа осы 13, 14, 15 февраль Алматы қаласында офлайн түрде бір тренинг жасағым келіп жатыр. Бұл жаңағы мен өзім қатысқан тренинг дедім ғой. Сол тренинг сияқты бір тренинг. 100 адамдық тренинг. Бұл тренингтің өзгешелігі бұл сол бір бос кеңістікті ашып беру. Соған арналады. Бұл тренинг саған бір жаңа бір білім беруге арналмаған. То есть жаңа ақпарат алу үшін келме. Бұл бір кеңістік ашу үшін жасалған тренинг. Сол бір бос кеңістікті ашылған кезде ғана адамның құлағы қайтып естіп, көзі қайтып көріп бастайды да, сыртқы әлемдегі заттарға восприимчивый бола бастайды. Енді бір метафизический бір нәрсе емес, бір эмоционалдық, бір қазір мотивационный бір тренингтер көп қой. Ол мүлде ондай нәрсе емес. Көп сұрақтар қойылады, көп сөйлесу орын алады. Қызық болады. Сондықтан 100 адам келіңіз. Астында сілтемен белгілеп кетем. Трансформационный тренинг енді. Өзгеріске бағытталмаған,
трансформацияға бағытталған. Екеуі екі түрлі нәрсе. Әдетте біз өзгеріс пен трансформацияны бір нәрсе деп түсінеміз. Өзгерістің енді адам өзгерген сайын бұрынғы болып қала береді. Адам бір нәрсені өзгерткен сайын сол нәрсе қалыптаса, керісінше сақтала береді. Адамға трансформация қажет. Ал трансформация үшін ол дұрыс сұрақтар қоя алу керек. Кеңістік аша алу керек та. Сондықтан шақырамын сізді. Бір примерно 30 орын қалды. Астындағы сілтемеге өтіп қатысыңыз. Сізді күтем. Ал егер қатысамайтын адамдар болатын болса, енді офлайн болады. 3 күн бойы таңнан кешке дейін. Сонда бір интенсивный болады бұл тренинг. Ал қатысамайтындар үшін жалпы бүгінгі айтылған заттарды ойланып көріңіздер. Бақыт жайлы түсініктеріңізді қайтып өзгертсеңіздер. Желание нәрсені қарап көрсеңіз, желание деген не нәрсе екен басынан, қандай күшті нәрсе екен. Жалпы осы. Сіздермен кездескенім үшін қуаныштымын. Келесі видеода жолыққанша.